Бәріне сәлем, бүгін біз жылдам оқтар фильмінің сюжетін талдаймыз. Джимми Коллин, яғни жүргізуші, қатты мазасызданып жүр. Себебі бүгін оның 10 жылдық түрме жазасының мерзімі аяқталады. Жігіт ағасымен түскен ескі суретке мұңая қарап отырады. Күзетшілер оны түрме бастығы Мёрдокқа алып келеді. Бастық оған ақыл кеңесін айтып, бостандықта қиындық туындаса көмектесуі мүмкін қызметтік визиткасын береді. Где тут выход? Бірақ Коллин түрме қақпасынан шыға сала әлгі визитканы лақтырып жібереді. Бірінші кезекте ол автобөлшектер жиналған жерге барып, ол жақтан 70-ші жылғы Chevrolet Chevelle көлігін және жүксалғыштағы оққа толы револьверді алады. Сондай-ақ Рой Гром қалдырып кеткен бір адамның суреті мен құжаттарын табады. Джимми телефон компаниясының кеңсесіне кіріп, суреттегі ер адамды табады да, еш ойланбастан оны басынан атып өлтіреді. Қылмыс бейне бақылау камераларына түсіп қалғанына мүлде алаңдамайды. Тәжірибелі полиция қызметкері детектив Хамфрис бұл істі тергеп жатыр. Ол ауыр есірткіге тәуелді, зейнетке шығуына небәрі 2 апта қалған. Дилерден кезекті дозасын дәретханада сатып алып, көлігінде салып алады. Осы кезде детектив Сисеро қылмыс орнына келеді. Ол олардың бастығы, сержант Меллоридің бұл істі Хамфриске тапсырғанына таңғалады. Ал Джимми Рой Громның кеңсесіне барып, ағасының өліміне кінәлі адамды тауып берген үшін оған ақша төлейді. Кейін қалған қылмыскерлердің аттарын сұрайды. Бірақ ашкөз Гром енді бұрын келісілген сомадан әлдеқайда көп ақша талап етеді. Коллин егер шарт өзгерсе, онда өзі 2 есе аз төлейтінін айтады. Гром көмекке өзінің оққағар Кенниін шақырады. Алайда Кенни жігіттің қолындағы аса қауіпті елес лақап атты қылмыскердің татуировкасын көрген бойда қорқып, қаша жөнеледі. Детективтер кеңседегі камера жазбаларын зерттейді. Сисеро кісі өлтірушінің жүзін танитынын айтады. Тіпті жәбірленуші де оны көрген сәтте өз жендетін танығанға ұқсайды. Бұл өте кәсіби жалдамалы киллер. Ол жаңа тапсырмалады Коллинді жою. Киллер қару-жарағын дайындап, қуатты көлігіне мініп, қиын нысананы жоюға аттанады. Тергеу барысында кеңседегі кісі өлтірушінің кім екені анықталады. 10 жыл бұрын ол банк тонаумен айналысқан топтың жүргізушісі болған. Сәтті өткен қарақшылықтан кейін Коллин тағы да керемет жүргізу шеберлігін көрсетіп, бірнеше полиция көлігін артта қалдырған. Алайда ақпарат бір қатыгез бандаға сатылған еді. Олар қарақшылардың үйіне басып кіріп, ішіндегі адамдардың бәрін аяусыз қырып салады. Солардың ішінде жүргізушінің ағасы Герри де бар болатын. Бандиттердің бірі болған оқиғаның бәрін камераға түсіріп тұрған. Ал екіншісі Джиммидің басынан атады. Жігітті мәйітханаға әкелгенде ол кенеттен есін жияды. Оқ миға тимей, керемет жағдайда тірі қалады. Ауруханада оған бірнеше күрделі ота жасалып, басына болат пластина орнатылады. Осыдан кейін ол қарақшылық үшін 10 жылға түрмеге қамалады. Ұзақ жылдар бойы ағасының кегін алуды армандаған еді. Енді міне сол сәт келді. Жүргізуші банданың бір мүшесін 10 жыл бұрын бәрін камераға түсірген Тайсон деген кәріні табады. Ол бұзақы өз пәтерінде жас қызды алдап арбауға тырысып жатқан болады. Дәл осы сәтте киллерде Джиммидің ізіне түседі. Коллин пәтерге кіріп, әлгі сұмдық адамды басынан атып өлтіреді. Бірақ сыртта оны киллер күтіп тұрған еді. Алайда Джимми тез әрекет етіп, бірінші болып оқ атады. Екеуінің арасында атыс басталады. Киллер борыш тасалап күтіп тұрған сәтте Джимми сытылып кетуге үлгереді. Көп ұзамай оқиға орнына детективтер келеді. Көршілерден жауап алады. Ал жүргізуші теледидардан полицияның оны 2 кісі өлтірусі бойынша басты күдікті деп жариялағанын көреді. Полиция бөлімшесінде детектив Сисеро Слайттың қолындағы ине іздерін байқайды. Ол ақталып, есірткіні баяғыда тастағанын айтады. Кейін Лос-Анджелестегі кісі өлтіру бөлімінде жұмыс істегенін, ол жерде қылмыскерлерге үнемі қысым көрсетіліп, қорлық жасалғанын мойындайды. Джимми бұрынғы сүйіктісіне барады. Оны Ройда тізімге қосқан еді. Қыз Джиммиді көріп қатты таңырқайды. Қыз 10 жыл бұрын жігіттер түрмеге түскен кезде түсік жасатқанын айтады. Қазір оның жаңа отбасы, 2 баласы бар. Джимми көңілі түсіп, жай ғана кетуді шешеді. Бірақ ол қыздың өзін бандаға сатпағанына сенімді. Осы уақытта киллер соңғы тапсырмасын орындап, қауіпті өмірмен қош айтысып, бұл кәсіпті тастауды ойлайды. Ол өзінің әдемі әйелі Лиге уәде береді. Слайдта бұрынғы әйелі Мэридің үйіне келеді. Одан кешірім сұрап, бәрін жаңадан бастауға мүмкіндік беруді өтінеді. Есірткіні тастайтынын айтып, әйелдің сеніміне кіруге тырысады. Әйел оған тағы бір мүмкіндік беруге дайын сияқты. Ал жүргізуші келесі нысанасын табады. Хадис Никсон, қазір ол Невададағы клубта күзетші болып жұмыс істейді. Дәл сол адам Герриді пышақтап өлтірген болатын. Дәретханада күзетші сол баяғы пышақты суырып алады. Екеуі өлімге бастайтын айқасқа түседі. Джимми қарсыласына бірнеше рет ішінен пышақ сұғып үлгереді. Әлгі адам соңғы демінде бізді бұған сол мәжбүрледі деп сыбырлайды. Үйіне қайтып бара жатқанда Коллин радиодан Хадис өлмегенін, жергілікті ауруханада ауыр халде жатқанын естиді.
Джимми бастаған ісін аяқтауға бел буады. Полицейлер де, киллер де ауруханаға асығады. Өйткені жүргізушінің сол жерге келетінін түсінеді. Колин операция бөлмесіне кіріп, дәрігерлер Никсонды құтқаруға тырысып жатқан сәтте еш ойланбастан шүріппені басады. Осы кезде Слайд оны жертөледе қуып жетіп оқ атады. Бірақ мүлт кетеді. Арасында атыс басталып, оқтан электр сымдары зақымдалып, жарық жыпылықтай бастайды. Бір сәтте Колин мылтығын полицейдің басына тақайды, бірақ атпайды. Жай ғана кетіп қалады. Тасжолда оны киллер қуып жетеді. Жүргізуші құтылуға тырысады. Алайда жалдамалы да өте мықты жүргізуші болып шығады. Колин айлаға басып, киллерді алдайды. Оны өлтірмей, тек көлігінің дөңгелегін атып кетеді. Бірақ киллер тапаншасын суырып, Джиммидің мойнын жанай жаралайды. Дәл сол сәтте тапсырыс беруші киллерге қоңырау шалып, тапсырысты тоқтатқысы келетінін айтады. Алайда жалдамалы бәрі бақылауда екенін айтып, тұтқаны қоя салады. Жүргізуші өзін кім сатып кеткенін анықтауға тырысады. Ол анасына барады. Алғашында әкесі Гарриді үлеске қоспаған үшін осылай істеген шығар деп ойлайды. Бірақ анасы күйеуінің 3 жыл бұрын қайтыс болғанын айтып, оның ешқашан ұлдарын сатпайтынына сенімді екенін жеткізеді. Джимми оларды жақын адамдардың бірі сатқанын түсінеді. Осы уақытта детективтер өлтірілгендердің барлығы бұрын Колинге полицияның құпия ақпарат берушілері болғанын анықтайды. Олар ауыр қылмыстар жасап жүрсе де, қандай да бір себеппен тез босап отырған. Джимми Ройдың тізіміндегі соңғы адамға барады. Александр Джаред. Ол қазір ел аралап жүретін уағызшыға айналған. Жүргізуші радиодан оның күнә, тәубе және кешірім туралы уағызын тыңдайды. Киллер де, детектив те сол бағытта келе жатыр. Александр Джаред қауымының алдында уағыз айтып тұрған кезде кенеттен жүргізуші пайда болады. Адамдар тараған соң, Джимми оны сыртқа алып шығады. Джаред сол қанды күні өзі сыртта қарауылда тұрғанын айтады. Бірақ серіктестері адамдарды өлтіре бастағанда оның ішінде бір нәрсе сынып кеткен. Уақыт өте келе ол Құдай жолына түсіп, шын жүректен тәубеге келгенін жеткізеді. Джаред жанының құтқарылуы үшін дұға ете бастайды. Сол сәтте кек алушы мылтығын оған бағыттайды. Джимми оқты жерге атады. Возвращайся к семье. Шіркеудің ішіне кіріп, орындыққа отырып, ағасын сағынышпен еске алады. Осы сәтте киллер оның алдына келіп, тізерлеп отырған Джиммидің басына қару кезенеді. Жүргізуші қарсыласуға да ойламайды. Жалдамалы өзінің тізіміне қарап, мысқылмен күліп, мұнда бір адам жетіспейді, дейді. Ол кек алушыны өлтіруге тапсырыс берген адамның өзі. Параллель түрде детектив Сисера өлтірілгендердің барлығы бұрын Колинге ақпарат жеткізген қылмыскерлер болғанын анықтайды. Енді барлық жүктер оның әріптесі Хамфриске апарады. Детектив көлігіне секіріп мініп, шіркеуге қарай асығады. Киллер Джиммиді атып тастамақ болған сәтте кенеттен Слайд пайда болып, жүргізушіні басынан атып өлтіреді. Сол кезде шындық ашылады. Дәл осы Хамфрис 10 жыл бұрын Колинді өлтіруге тырысқан полицей болып шығады. Это ты нанял меня. Хамфрис бәрін мойындайды. Ол банкты тонау жоспарын өзі ойлап тапқанын, оны жүзеге асыру үшін қылмыскерлерді жалдағанын айтады. Кейін олардың көзін жою үшін бандаларды пайдаланған, ал сол кезде сатқын Гарридің сүйіктісі болған. Киллер көңілі қалған күйде кетіп бара жатып, бұл істі соңына дейін жеткізе алмағанын айтып қоштасады.